Баршаңызға қайырлы күн, достар. Каналға қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен етті бәлішті дайындайтын боламыз. Бұл рецепті мен көптен бері өзім қолданып келе жатқан рецебім. Сонымен сіздермен бөліскелі отырмын. Жасап көріңіздер, өте дәмді, сочный болады. Ең алдымен ыдысымызға қаймақты салып аламыз. Қаймақтың орнына айранды да қолдануға болады. Осының үстіне 2 жұмыртқамызды жарып саламыз. Бізде қолданылатын ингредиенттердің температурасы және қаймақтың проценті маңызды емес. Әдемілеп жақсылап араластырып аламыз. Біркелкі масса болғанша, содан кейін үстіне етілген майымызды құямыз. Бір араластырып, үстіне 1 қасық қопсытқышымызды саламыз. Жақсылап араластырып, үстінен електен өткізілген ұнымызды салып, жұмсақ қамыр елейміз. Құрамында май болғандықтан жұмыс істеуге өте ыңғайлы, қолға жабыспайтын қамыр пайда болады. Сонымен қатар, құрметті оқырмандар, қазақша контентті каналдың дамуына үлес қосып және жаңа рецептерді жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Видео ұнаса лайк басып, достарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Енді етті бәлішіміздің салмасын дайындаймыз. Ол үшін ыдысымызға 400 грамм фаршты салып, үстіне осындай ұсақтап туралған пиязымыз бен картопымызды саламыз. Дәміне қарай тұз және бұрышты қосасыздар. Жақсылап араластырып аламыз. Мінекей, осымен салмамыз дайын. Енді тоңазытқышқа тұрған қамырды алып, 2 бөлікке бөлеміз. Етті бәлішіміздің астыңғы жағына қолданылатын қамырды кішкене үлкенірек етіп аламыз. Ал үстіңгі жағын сәл кішірек етеміз. Осылай дайындап аламыз. Оқтаудың көмегімен жайып алатын боламыз. Барлық етті бәлішке қолданылатын құрамдары мен мөлшерін видеоның астында описанияға жазып қоятын боламын. Сол жерден көріп жасауларыңызға болады. Міне осындай қалыңдықта жайып дайындап аламыз. Дәл осылай үстіңгі бөлінген қамырды жайып аламыз. Енді жайып дайындап қойған қамырымызды пергамент қағазға төсеп, противньдің үстіне жайғастырамыз. Астыңғы бөлігін үстіне жаңа дайындап қойған салмамызды салып аламыз. Барлық шетіне осылай жаймалаймыз. Және де қалауларыңыз бойынша салмамыздың үстіне сары майды қойып шықсаңыз болады. Сол кезде сочный болып, дәмді болып шығады. Енді үстіне бөлігін қоямыз. Қамырымызды енді видеода көрсетілгендей кішкене біріктіріп аламыз. Қалауыңыз бойынша біріктіріп, немесе өріп алсаңыз болады. Енді бәлішіңіздің ортасын тесіп қоямыз, ауасы шығып, іші дұрыс пісуі үшін.
барлық жеріне тиетіндей әдемілеп жұмыртқамызды жағып шығамыз. Үстіне дәм беру үшін сәндік үшін кунжут және қара кунжутты септім. 180 градуста 40-45 минутта аралығында пісіріп аламыз. Өздеріңіздің пештерінің ыңғайына қарай қарайсыздар. Мінекей, осылай бәлішіміз әп-әдемі болып пісіп шығады. Дәмі енді керемет. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Назарларыңызға көптен рахмет. Сіздермен болған Нұргүл. Ас болсын.